Мен 1973 жылы Ақтоғай ауданы Сарытерек совхозында өмірге келдім. Содан осы Балқашқа 1984 жылы көшіп келдік әке-шешемізбен. Содан Абай мектебінде осы Балқаш қаласында 11 классқа дейін оқып, сол жерден оқу орнын бітірдім. Одан кейін тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа шыққаннан кейін 1997 жылы осы Балқаш қаласындағы осы заводқа жұмысқа түстім, фабрикаға, флотатор болып. Ол кезде мен 23 жаста болғам. Содан осы биыл 25 жыл болады осында жұмыс істегеніме. Бұл енді бұл жерде осы фабрикада менің әкем жұмыс істеді. Досжан, Тоқбергенов Досжан деген кісі, ол кісі дробильщик болып істеген. Содан анам осы жерде істеген флотатор болып. Қазыбекова Бақыт Нұрқашқызы. Ол кісілер екеуі де осы жерде жұмыс істеп, осы жерде пенсияға шықты. Қазір ол кісілер үйде өздері пенсиясының несін көріп жатыр, жемісін көріп. Жұмысқа келгеннен кейін жауапкершілік болады мойнында, бәріне тиянақты қарауға тырысасың. Енді қазір жұмысқа келген кезде бірінші алкотеске барамыз. Ол жерде давлениені өлшейді, температурамызды өлшейді. Содан кейін оперативка болады. Ол жерде наряд задание аламыз. Мастеріміз күнделікті жаңағы нелерді оқиды, плановый показательдерді оқиды. Қалай істеу керек екен. Самый главный бұл жерде нені сақтау керек, тыбыны сақтау керек ше. Енді соған біз қатал қараймыз, жауапкершілікпен қараймыз. Біз мысалы показательдерді беруіміз керек, самый главный концентрат болмау керек, извлечение жақсы болу керек, сол плановый извлечение беруіміз керек. Мысалы мен бірінші секцияда істеймін, ол жерде Шатыркөл саяқ рудасын нетеді постоянно, в основном енді. Жаңағы нелер наряд задание оқиды. Содан кейін қабылдаймын неге келіп, ол жерде мен жаңағы нелерді тексерем, блоктарды айналып тұрма, соларды тексерем, жаңағы нелердің освещенияларды тексерем. Ешқандай жаңағы не жоқ па, соны енді өзіме қауіпті, өміріме қауіпті болатын бір нелер жоқ па, солардың бәрін тексереміз. Содан кейін өзіміздің бригадиріміз болады. Әрбір өзі 8 секция ғой, 8 секцияда сол флотатор каждый секцияда болады. Солардың әркім өзінің секциясында жұмыс істеуге тырысады. Өздері сол бригадиріміз келіп тексеріп тұрады жаңағы нелерді. Оларға егер қандай бір не болса, бір жағдайлар болса, бір нарушение дейді ғой. Соны енді оператормен айтамыз, одан кейін мастерге шығамыз жаңағы тіпті болмаса. Сол егер қолымыздан келсе өзімізде енді нетуге тырысамыз, енді жөндеуге жаңағы. Енді өзімнің қазір істеп жатқан коллективім жақсы. Осы жерде істеп жатқаны біраз жыл болды. Енді где-то бір 15 жылдай болды енді осы коллективті істеп жатқаным. Именно осы сменаны істеп жүргеніме. Енді болады, кейде бір басқа сменаға жібереді, бір жағдайлармен. Сол кезде бәрібір енді бір түрлі болып тұрады. Өзінің неге қайтқың келіп, сондай не болып тұрады. Өзіміздің енді ұжымымыз жақсы. Өзіміз ұйымшылмыз, бір-бірімізге көмектесеміз. Жаңағыдай болады енді бір аварийный ситуация болғанда бір-бірімізге қолдап, көмектесіп, сөйтіп жүреміз. Егер жұмысқа кешігіп, бір не қылса звондап біліп, сондай енді ауырған кездерде бір-бірімізбен қатынасып, сол енді қуанышта да, неде де, қайғыда да бірге жүреміз енді. Өзіміздің жаңағы машинистеріміз де жақсы. Бір-бірімізге енді бауыр басалды енді. Бай қарап отырсаңыз енді біздің енді осы 30 күннің жарты күні осы коллективпен болады екенбіз. Енді бір семьядай болып кеттік, рас айтсам. Енді алғашқы кезде, жұмысқа келген кезде бізде спецовка деген берілген жоқ. Соны ойлаймын кейде өзім, сол неге сондай болды екен деп. Жай шалбар, джинсовый шалбармен, футболкамен жүрдік, каскасы жұмыс істедік. Одан кейін оның бәрі енді қазір өзгеріп, бәрі қатал неге нетіп. Қазір бәрі бар енді. Құдайға шүкір. Енді жұмыс істеймін деген адамның ниеті болса, бүкіл жағдай жасалып отыр. Осы қазір.
мысалы бізге путевка береді профкомның атынан. Енді көп адамдарға, осы фабрикада істейтін адамдарға үй берілді. Осы жақында мысалы жағдайлары төмен адамдар бар, балалары көп адамдар, олардың бәрін жағдайларын жақсартып, үй беріп, ақшалай жағынан көмек беріп сөйтіп жатыр. Енді осы жақында пенсионерлерге осы генобогатители болды ғой, шахтер терминатология, шахтер, сол күнге байланысты пенсияға шыққандарға кәдімгідей не берді, сыйлық берді ше. Ол жерде мен әке-шешеме де берілді. Ол кісілер де қуанып, нетіп жатыр, бізде әлі естеріне алады екен ғой деп. Енді сондай нелер көп енді. Әсіресе жағдайы төмен адамдарға осы фабрикада бастықтар көмектесуге тырысады. Қандай жағдай болса да. Қазір өзіміздің мысалы осы неде начальнигіміз бар, Жанғазы Серғазыұлы деген кісі. Ол кісі өзіміздің сменада мысалы басында жай жұмыскер болып келгенді, жаңағы. Одан кейін біртіндеп көтеріліп, қазір өзіміздің начальнигіміз болып отыр. Өте әділетті, жақсы кісі. Ол кісіге любой уақытта қандай адам бар, көмек сұраса, көмектесуге тырысады, қолынан келгенше ше. Әйел еркекті бөлінбейміз. Енді әйел адамда бәрі жауапкершілік көп қой. Сондықтан бізде апа, сіңілі деген ондай жоқ. Келгеннен кейін үлкен кіші демейміз, бәріміз бір неде жұмыс істеуге тырысамыз. Өйткені енді бұл жерге келгеннен жұмыс істеу үшін келдік қой. Бөлінбейді. Әйел еркек деген келгеннен кейін, өндіріске келгеннен кейін өзімізден білдік. Қайда келатқанымызды, қандай жұмысқа келатқанымызды өзіміз енді соған ойлаймын, енді осы қайтсем де осы жұмысты істеуіміз керек деп өзіміз енді сондай оймен келгеннен кейін жұмыс істеуге тырысады. Барлық әйелдер де сөйтеді. Енді жұмыста біз жұмыскер боламыз, үйге барғаннан кейін ана болуға тырысамыз. Жаңағы бір күнгі демалысымызда енді үйдегілерге көңіл бөлеміз, баламызға, жұбайымызға көңіл бөлуге тырысамыз. Шамамыз келгенше жақсы тамақтар істеп, оларға енді үйде енді не болу керек қой, все равно үйде де не болу керек қой, жылулық болу керек. Сол жұмысқа келгеннен кейін киінеміз да, еркек сияқты жұмыс істейміз. Алматыдан неде Шашубайда тұрған, сол жерде оқуын бітіріп, осы екеуміз заводта таныстық қой. Тұрмысқа шықпай тұрғанда неде повар болып істеген МПЦ-да. Сол жерге ол тамақ ішуге келді, сол жерде танысып, бір-бірімізді ұнаттық. Бір көргенде ұнаттым жолдасымды. Ол да солай деп ойлаймын, енді ұнатты. Сосын қосылдық, тұрып жатырмыз. Құдайға шүкір. 2 балалы болдық. 93 жылы тұрмысқа шығып, 2 балам бар, қызым бар, ұлым бар. Қызым Әйгерім, Мұстафина Әйгерім. КТЖ-да жаңа айтып кеттім ғой, КТЖ-да жұмыс істеп, Қарағандыда сол жақта оқу оқыды, сол жақта қалып қойды. Ұлым да Қарағандының политехін бітірген высшийін. Одан кейін осы өзіміздің қасымызға келді. Енді 2 бала бірдей сыртта болмасын деп, енді бір баланы үйде болған дұрыс қой деп өзіміз шақырдық. Ол үйленді, қазір осы үйленгеніне 1 жылда болған жоқ әлі. Келінім бар қолымда. Енді Алла қаласа жақында немерелі болам деп ойлаймын. Енді жолдасым осы неде фабрикада істейді, бірақ басқа организацияға қарайды ол кісілер. Осында старший мастер болып істейді. Ол кісі де басында слесарь болған, жаңағындай сөйтіп біртіндеп көтерілген еді, қара жұмыскер болып. Әкеміз енді осында айттым ғой, жаңа осында жұмысқа түсті, жаңағы ауылдан көшіп келгеннен өзіміз сол ауылда өсіп туған адамдар ол кісілер тұрған. Ол кісілерге алғашқы кезде осында келген кезде тоже бір түрлі болып, қызық болып, енді өмірі неге көрмеген ғой, ауылда өскен адамдар. Енді жұмыс, енді дастархан басында енді бала кезімізді айтып отыратын, жаңағы жұмыс туралы айтып отыратын. Енді қиын екенін айтып отыратын жаңағы. Ол кісілер жаңағы түнгі жұмысқа барғанда да біз қызық көретінбіз, түкке барады, қызық екен деп.
енді ол кісілер енді тырысты тек қана жақсылық жағын айтуға, ешқандай жаман. Сондықтан шығар заводқа келгенімізді өзім ойлаймын. Тек қана өзім жаңағы нелерін, басшыларын мақтап айтып, жақсы жағын айтуға тырысып отыратын ше. Енді жалпы өз үйімізде тек қана өзім өскен ортада тек қана жақсы нені айтуға тырысты енді әке-шешеміз. Жақсы тәрбие берді бәрімізге ше. Менің арманым енді немере сүю. Енді осы жерден енді пенсияға кетемін деп ойлаймын. Енді Балқаш қаласын енді осында көшіп келдік қой алғашқы кезде. Енді ол кезде бізге қызық болды енді. Қала бізге үлкен қала болып көрінді енді. Ауылдан келгеннен кейін ба. Енді ол кезде бірақ мен кішкентай болдым. 4-ші класста келдім мен осында. Маған қызық болып нетті. Кейіннен көп тұрғаннан кейін ба жалғап нете бастадым. Одан ойладым, Қарағандыға кеткен дұрыс па деп. Одан мен балаларым студент болып Қарағандыға кеткен кезде солардың қастарында отпускаға шығып бір ай болғанда сонда қадірін түсіндім. Қанша айтқанмен Балқаш қаласы жақсы екен, Қарағанды, басқа қалаға қарағанда. Ол жақта суета көп, ана жақта спокойно бәрі. Не енді көл бар, бұл жақтың ауа райы да басқаша. Ана жақ пасмурно постоянно нетіп тұрады ше. Ана жақта күн жарқырап тұрады ғой. Ойбай, ана жақтың күні көрінбейді ғой деп балаларға. Мына несіне қызығасыңдар Қарағандыны. Балқаш қаласы өзіме ұнайды ше. Өзім енді туылмасам да осы жерде туып өскен. Мен енді осы еңбек жолым осы 25 жыл осы заводқа арнадым енді. Мен қуаныштымын осында істегенім, осылай. Енді осылай қазақмыз өркендеп өсе берсін деймін. Өзімнің енді артымда кеткен ұрпақтарға да жалғассын осы. Енді алғысым көп осы қазақмызға. Ешқандай өкінішім жоқ. Осы жерде өстім, өркендедім. Балаларымды да аяққа тұрғыздым. Енді жағдайым тәуба жақсы. Келесі жастарға да осыны тілеймін, осылай өркендесін, өссін деп ойлаймын. Сол енді қазақмыз жасай берсін.